Қайырлы күн, балалар. Бүгін біз сіздермен lesson 9, 9 сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Listen, тыңда. Point and repeat trace. Қайтала және сыз дейді, ізін қалдырып сыз дейді. Ant. Құмырсқа суретте көріп тұрғандағыдай. Bed. Кровать, кереует. Cap. Кепка. Dog. It. Egg. Жұмыртқа немесе тұқым, я? Fox. Түлкі. Goat. Ешкі. Hen. Тауық. Осыны менімен бірге қайталасаңыздар болады. Егер түсініксіз болса, естеріңізде қалмаса, видеоны сәл артқа қайтарып, басынан бірге қайталаңыздар тілді жаттықтыру үшін. Exercise 2. Draw lines, write and say, then listen and check. Мұнда жазамыз дейді, мына жерде әріптер берілген, шатастырып, соны біз ретімен жазуымыз қажет. Енді мына суретте қараймыз. Суретте бізде bed дегеніміз бізде кереует, я, кровать. Қалай жазылады? B, E, D, bed. Екіншісі, мұнда итімізді біз ағылшынша қалай айтамыз? Dog деп айтамыз. D-O-G, dog.